Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Айгерім. Бүгін мен сіздерге осындай өте әдемі болып шығатын, әрбір дастарханның көркін ашатын, дастарханға сән беретін жеміс-жидектерді әсемдеп, әдемілеп көрсетемін. Бізге санаулы ғана жеміс-жидектер қажет, немесе үйде бар жеміс-жидектермен де жасауға болады. Ең алдымен жеміс-жидектеріміздің барлығын жуып аламыз. Және де мен апельсинді ең алдымен осылай жіңішке қылып, домалақ қылып турап аламын. Одан кейін кивидің қабығын аршып аламыз. Одан кейін кивимізді де домалақ қылып турап аламыз. Одан кейін осы тураған жемістерімізді осындай бір ыдысқа айналдыра әдемілеп қойып шығамыз. Арнайы жеміс-жидектерге арналған әдемі ыдыстарға немесе пәленкелерге де жасауға болады. Міне осылай әдемілеп қойып шықтық. Ендігі кезекте біз алмамызды тураймыз. Алманы төртке бөліп аламыз да, ортасын осылай кесіп алып тастаймыз. Және де осы видеода көрсетілген бойынша жасасаңыздар болады. Видеода көрсетілген бойынша әдемілеп кесіп аламыз да, ортасын осылай ашамыз. Сол кезде міне біздің алмамыз өте әдемі болып шығады. Алмаларымыздың барлығын тура осылай видеодағыдай турап аламыз. Енді қызыл алмаларымызды да тура жаңағы сары алмаларды тураған сияқты төртке бөліп аламыз да, ортасын түзу қылып осылай кесіп алып тастаймыз. Және де сары алмалар сияқты әдемілеп осылай кесеміз. Осылай кесіп аламыз да, арасын осылай ашамыз. Қалған алмаларымызды да тура солай кесіп шығамыз. Осылай әдемілеп қоямыз. Ендігі кезекте біз алмұрттарымызды тураймыз. Алмұрттарды жай осылай біркелкі қылып турап аламыз да, араларын ашамыз. Негізі өз фантазияларыңызды қосып та әдемі қылып жасауға болады. Бананды осылай видеодағыдай турап аламыз. Енді әрбір жерлеріне осылай қыстырып қойып шығамыз. Ендігі кезекте кивимізді кесеміз. Кивиді де тура осы видеодағыдай кессеңіздер болады. Енді екіге бөлеміз, және де қабығын сәл осылай ашамыз. Қалған кивиларымызды да тура осылай кесіп шығамыз. Меніңше өте әдемі шықты. Ендігі кезекте біз қант ұнтағын осындай ситамен бетіне сеуіп шығамыз. Және де қалауларыңызша сәл осындай жылтыр себуге де болады. Меніңше өте әдемі шықты. Үйлеріңізге қонақ келер кезде жылдам жасап жіберуге болады.
Бұндай жем-жидектерді түрлеп түстеп жасауға болады. Алда тағы көре жатарсыздар. Әзірше видеом ұнаса менің каналыма тіркеліп, лайк басып, міндетті түрде пікірлеріңізбен бөлісіп қойыңыздар.